Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар ағайын, қалайсыздар көрермендер? Мал жандарыңыз аман ба? Сіздерге уәде еткендей гидропоника тәсілімен өсіп шыққан шөпті біздер малға қалай беріп жатырмыз, сол туралы айтатын болам. Біздер қораға барамыз дегенше каналға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Біз бастаймыз. Келген барша ағайынға рахмет, көп рахмет айтамыз қолдап атқандарыңызға. Біздің қорамыз осы, ал біз шөпті, қазір біз шөпті бұл тураймыз. Былайша айтқанда малға қуырдақ қылып береміз. Көретін боларсыздар, қараңыздар. Шөпті тураған кезде мындай канцелярский ыңғайлы, шөпті жақсы турайды. Ойланбастан. Бұл дейтін тамыры осын түгелде жейді. Қазір қараңыздар, қалай жылдам туралады. Сезілмейді мұнда. Тез жылдам турайсыздар. Бұлай түгелде өзінен берсең, мал дейтін шашып төгіп дұрыс жей алмай қалады. Бір ірі қара малы күніге 30 кг азық жейтін болса, оның 20 кг қарапайым азық болса, 10 кг құнарлы азық болған жақсы. Біз соның бұл гидропониканы шамамен 8-9 келдей осы гидропониканы береміз. Қасынан 1-2 кг-дай тартылған арпаны араластырамыз. Кәмен турап сен көресіздер. Тез жылдам туралады. Малға турап берген ыңғайлы. Биыл сиыр жылы болғасын. Турап малға беріп отырық. Сиырдың жағдайын ойлап. Болды, туралды енді. Құрметті көрермендер, бұл жерде тамыры, дәні, көк шөп бірге жегендей. Сондай жақсы нәрсе. Осын біз уақыттап береміз. Қарасаңыздар. Қарабедейде бұл жері қарайып тұрады, қарайып. Кейбірде азыншан көгерген болады, ол ішінетпейді, аздап қарайып тұрады. Бұны 7-8 күнде беретін себебіміз, сондықтан көгеріп кетпеу үшін. 9-10 күнге барса көгеріп кетеді, мал ауырып қалуы мүмкін. Малға берілді міндетті түрде қарап алғандарыңыз дұрыс. Айтпесе мал ауырып қалуы мүмкін. Менде басында 2 сиырым ауырып қалды, нитокспен егіп, кішкене тірілтіп алдық. Көп жеп қойды бұны дейтін. Сондықтан мұқайт болған жақсы. Қазір бәрін үктіп береміз. Қашарларға дайындық дейтін. Қашарларға кебек берген жақсы, арпа боғаз малға беруге болмайды дегендей. Арпа берген қателеу дейді. Сондықтан біз кебек араластырып береміз. Кебек. Біз бұны қазір бұзауға өреміз. Бұны уақыт етіп турадым. Бұзауға өретін боламыз. Біздегі бұзаулар бұл мамасын ембеген бұзаулар. Былайша айтқанда жейтін бұзаулар. Жеп жатыр. Ұзын тұралып жеп жатыр. Бұл жерде кішкентай туғандарын 1-2 ай болғанбыз олар. Бұларды жейді. 1 ай болғанбыз жеп жатыр.
Біздер міне гидропоника үстіне шамамен аз-аздан арпа салып шығамыз. Малға салат қылып. Мал жақсы. Гидропоника өзінде жейді бұлай негізінде, бірақ жем арастырған жақсы болады бәрі. Құрметті көрермендер, біздегі сиырлымыз қырдың қызыл сиыр деп атайды. Орысша айтқанда красная степная породасы. Бұлар сүттілер сиырлар, сүттілерді қыстыға төзімді деп алғанбыз. Күніге шамамен 10 литр сүт береді. Қыс айларында 8 литрдай сүт береді. Ал гидропоника қолданғалы бері 10 литрдай сүт шығып жүр. Қазір бұны кіргіземіз, жем береміз, сосын салған нәтижесін сізге көрсететін боламын. Сиырлар өздері кіреді, үйренген. Сиырлардың үстері көктем айы болсын жүн түтіліп түсіп жатыр. Міне салып шыққан гидропоника жеп болғандай болды. Таласып жейді. Міне қашарға берейін деп отырық қазір. Үйде екі жылқымыз бар, мінетін. Олар да жеп тұр. Оларға да жем арастырып береміз. Құрметті көрермендер, сіздерге бір тәсілді көрсететін болам. Басында бізде сиырлар жеген жоқ. 15 сиырға салғанда ішінде 2-3 жеді. Соның ішінде қалғанда жеген жоқ. Біз ол кезде жемеді, 2-3 күн салдық, жеген жоқ. Не істейміз дегенде мындай айлаға тәсілді қолдандық. Сіздер де қолдансаңыздар пайдаға сасуы мүмкін. Лайфхак былайша айтқанда. Сиырды былай раскөл бірдеме қамап аламыз да. Сиырды ұстап бүйтіп. Сиыр ұстаймыз да, аузын ашып тұрып, басын сиыр білмейді ғой, сол кезде аузын ашып тұрып, аузын сығамыз сиырға. Сиыр бүйтіп жек қояды. Андай жек қояды. Сол сөйтіп күні 2-3 күн сөйтіп қатарына сиырлардың барлығына өсіп бірөліп тұрып бердім мен. Бүйтіп ашып тұрып, мұрнынан қыссаңыздар, сиыр аузын ашады бүйтіп, жағын қыссаңыздар, аузын қыз жүресіздер. Сиыр жейді андайды. Үсті лайфхак бұл дейтін. Үсті алып кетсе, сиыр арғай шөп не екен түсінеді. Сол кезде жек қояды. Пікір жазыңыздар. Бізде де қателіктер болуы мүмкін. Айтып отырыңыздар, пікір талас болсын. Қазір екі сиырды сауам, сүттің нәтижесін көрсететін болам. Қызық болу үшін. Оған дейін сіздер құрметті көрермендер каналға тіркеліп қойыңыздар. Сүттім жоқ, таза. Қазір осы сиыр бастайын.
көп уақыт алады. Бір сиырға 5 минутта уақыт кетеді. Сондықтан пауза қоя тұрамыз. Ешкім алдамаймыз. Қазір 2 сиыр сауамыз. Номерін қарап жүрсіз, сиырдың номерін. Міне 569 сиыр, екінші сиыр 550, көрмей ма? 559 сиыр. Осы 2 сиырды сауамыз, ешқандай алдамаймыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Біз 2 сиыр сауып болдық. Қараңыздар, банаға сол сиыр 559 деген сиыр. Соңғы сиыр, осы 2 сиыр. Біздегі ыдысымыз 25-тік ыдыс. Қараңыздар. 10 литр, 20 литр сүт пайда болды. Көп рахмет, сау болыңыздар.